Сәлем менің YouTube көрермендерім, қалдеріңіз қалай? Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге күнделікті аптасына 1-2 рет шығып тұратын денсаулықтарыңызға пайдасы бар ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Бүгін сіздерге жұмыртқаның пайдасын айтқым келіп отыр, және жөтелге, яғни қақырықты тез арада түсіріп, бір ғана жұмыртқамен сіз жөтелді де қақырықты да жеңе аласыздар. Қақырық түссе жөтеліңіз басылады деген сөз, иә? Жөтелді жұмыртқа жеңеді. Жұмыртқа ақуызға өте бай, білесіздер оны. Ал осы жұмыртқаның қоспасымен жөтелден жазылуға болатынын білесіз бе? Білмесеңіздер, мүмкін тыңдап көріңіздер, жасап көріңіздер. Ем болсын сіздерге. Бұл қоспа арқылы тіптен қазіргі медицинаның күші жете бермейтін жөтелдің асқынған түрінен де айығуға болады. Мен бұл рецепті, яғни әжемнен алғанмын, білемін. Яғни балаларыма да жасаймын осыны. Бірде әжем рецептен өте қатты асқынған бронхитті де емдеп жазды. Қазір құттай ауырсақ, бірден біз дәріге жүгіреміз. Бала ауырса да, өзіміз ауырсақ та, яғни дәріні білесіздер, ішіп бір жағымызды жазып жатса, бір жағымызды ауыртып жатады. Ендеше ондайға көп жүгірмеуге тырысыңыздар. Қазақ еміне кішкене жақынырақ болсақ, мен ойлаймын, денсаулығымыз ұзақ болады деп ойлаймын. Ендеше тыңдай кетіңіздер, рецепті жазып алыңыздар, жасаңыздар, ауырмаңыздар. Ең алдымен 1 стақан сүтті қайнатып, оған 1 ас қасық сары май мен 1 асық бал қосасыз. Үстінен жақсылап араластырылған жұмыртқаның сарысын қосып, соңынан аздаған 1 шымшым мөлшерінде сода саласыздар. Мұқият араластырыңыз. Болды, қоспа дайын. Жөтеліңіз кеткенше күніне 1-2 реттен ішу керек. Бұл жылдам әсер ететін нағыз табиғи ем. Бронхит, ларингит, яғни қақырықтарыңыз түсіріп, өте керемет жағдайда боласыздар. Ауырмаңыздар. Маған тіркелуді ұмытпаңыздар.